Греческий соус балғын, жеңіл, хош иісті, өте дәмді грек соусы. Көбінде грек салатына немесе түрлі салаттарға қолданылатын соус. Ет, балық, құс етіне және түрлі теңіз тағамдарына қолданылатын және түрлі тіспасарларға берілетін соус. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, каналға тіркеліңіз. Бізге керек өнімдер: бір дана жұмыртқа, оны осындай арнайы ыдысымызға салып аламыз. 30 грамм ірімшік, оны қолмен немесе пышақпен турап салсаңыз болады. Маринадталған 3 тал қияр, кез келген түрін алсаңыз болады. Және 1 шай қасық соя соусы, 1 шай қасық қышақ қосамыз. Және дәміне қарай 1 тіс сарымсақты алып, ұсақтап, оны да қосамыз. Әрі қарай блендермен барлық өнімдерді жақсылап тұрып еземіз. Олар бір қалыпты сұйықтыққа келген уақытта өсімдік майын қосамыз. Барлығында бізге өсімдік майы 150-100 мг ғана кетуі мүмкін. Шетінен құя отырып, және оны блендермен араластыра отырып, өзімізге керекті сұйықтықты немесе қоюлықты алсаңыз болады. Егер салаттарға қоссаңыз, ол сұйық болғаны қалыпында жақсы. Егерде майын азырақ қойып, көбірек ессеңіз, ол қоюлана түседі. Бұндай жағдайда түрлі тіспасарларға, чипстерге, дөнер, шаурма және түрлі көкөністермен, сырмен арнайы столға беруге болады. Өте оңай дайындалатын, бірақ та сіздің тағамыңыздың дәмін келтіретін қолжетімді грек соусы. Хош иісті, жеңіл және өте дәмді болып шығады. Түрлі ассортиментте қолдануға болады. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша дайындап көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Инка Максовна. Міндетті түрде каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдырып, еңбегімді бағалап кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды.